Тұз дегеніміз не деп сұрағанда, көпшілік ол тамаққа дәм беру үшін қосатын мөлдір түйіршіктер деп жауап берер. Бұл әрине ас тұзына, яғни натрий хлоридіне қатысты. Бірақ сіз тұздың көптеген басқа қасиеттері мен қолданыстарға ие қосылыстардың үлкен тобына жататынын білесіз бе? Тұздың не екенін қарастырайық. Бұл бір немесе бірнеше оң зарядталған катиондар мен теріс зарядталған аниондардан тұратын иондық қосылыс, және ол бейтарап болып келеді. Егер осы тақырыпты тереңірек түсінуді қаласаңыз, осы бейнені қараңыз. Әдетте катиондар металдар болып келеді, және көптеген мысалдарда бұл периодтық жүйенің бірінші немесе екінші топ мүшелері, ал анион көбінесе жетінші топтың галогенді немесе алтыншы топтың мүшесі болып табылады. Осылайша түзілетін тұздар бейорганикалық тұздар деп аталады. Десе де бұл әрдайым осылай бола бермейді. Иондар полиатомды болуы мүмкін, яғни бірнеше атомнан тұралады. Оның жиі кездесетін мысалы аммоний тұздары болуы мүмкін. Сізді барлық тұздардың ас тұзы сияқты ұсақ мөлдір кристалдар түрінде болатыны қызықтыруы мүмкін. Әрине жоқ, тұздар түрлі түсті болып келеді. Мәселен, натрий хроматы сары түсті, калий перманганаты күлгін, ал темір дисульфиді жылтыр металл тәрізді болып келеді. Шынында бұл минералды басқаша ақымақтың алтыны деп те атайды. Тағы бір жиі кездесетін қателік барлық тұздардың дәмі тұзды болады деп ойлау. Бұл дұрыс емес. Тұздардың кейбіреуі ащы, ал кейбіреулері, мысалы қорғасын диацетаты, тіпті тәтті болып келеді. Өкінішке орай ол тырағыздар өте улы. Ал бұл күрделі тұз катионында азот бар. Диазоний тұздары тобының мүшесі. Осы топ тұздарының барлығы жарқын түсті болып келеді. Оларды не үшін қолдануға болатынын білесіз бе? Бейнені тоқтатып ойланыңыз да кейін жалғастыра беріңіз. Бұл сұрақтың жауабы, олар біздің киімдерімізді бояу үшін бояғыш пигменті ретінде қолданылады. Егер сіз қашанда от шашуды көрсеңіз, онда сіз пайда болатын ашық түстерді әртүрлі металдардың тұздарын жағу арқылы алатынын біле жүресіз. Сіз қышқыл мен негіздің тұз бен су беретінін білген боларсыз. Және бұл бейорганикалық тұзға сәйкес келеді. Ал бұл нақты натрий хлоридін алу реакциясы. Тұз қышқылына натрий гидроксидін қосқанда натрий хлориді мен су түзіледі. Мәселен, мұнда тұз қышқылы, натрий гидроксиді мен натрий хлориді суда жақсы ерейді. Және түссіз еретінді ретінде болады. Бірақ реакцияның іс жүзінде жүріп жатқанын қалай байқай аламыз? Бейнені тоқтатып, ойларыңызды жалғастыра беріңіз. Үрдісті бақылау үшін біз негізді титрлеу арқылы біртіндеп қышқылға қосқанда ерітіндінің pH-на назар аударамыз. Біз метил-оранж индикаторын қолдана аламыз. Қышқылды ортада индикатор түсі қызыл-сары, бірақ орта сілтілі болғанда pH көрсеткіші 1-2 шамасында болады, және оның түсі ашық сарыға ауысады. Дегенмен қышқыл бейтараптана бастаған кезде су мен тұз түзіліп көрсеткіш жылдам артады. Орта бейтарап күйге өткен соң, суда тұз түйіршіктері сынау қабырғаларында қалғанша буландырамыз. Әрине, ас тұзын алудың бұл жолын білу артық болмас. Десе де өнеркәсіп саласында бұл әдіс қолданылмайды. Себебі табиғат химия саласымен өз айналысады. Натрий хлоридін не жер қойнауының, не теңіз суын буландыру арқылы алуға болады. Бірақ бұл тұз алудың жалғыз жолдары деп ойламаңыз. Тұз түзілуінің басқа жолы экранда көрсетілгендей металды қышқылға енгізу арқылы немесе металмен бейметалдың, мысалы галогеннің реакцияда жазылғандай қосылуы. Барлық аталған тұздар суда ерейді, бірақ кей тұздар суда мүлдем ерімейді. Ал аз ерейтін тұздардың біраз бөлігі ғана суда еріп, қалғаны кристалл түрінде ерімей қалады. Натрий, калий және аммоний катиондарынан жасалған тұздар, сонымен қатар нитрат аниондарынан тұратын тұздардың барлығы суда ерейді. Ал карбонат аниондарынан жасалған тұздардың көбі суда ерімейді. Еріткіште еріген тұздардың маңызды қасиеті бар. Ол электр тоғын өткізу қабілеті, және олар электролит деп аталады.